Баршаларыңызға сәлем. Бүгін сіздермен дәмі ерекше, тез дайын болатын, құрамы қолжетімді салаттың түрімен бөліспекпін. Қызылшаны қалай 10 минутта пісіріп құпиясымен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер, арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Алдымен қызылшаны сыртын ашып аламыз, жуып, видеода көрсетілгендей бөліктерге бөліп салфанға саламыз. Аузын байлап, жан-жағын пышақтың көмегімен тесіп қоямыз. Сосын микроволновкаға 8-10 минутқа қоясыздар. Суға қайнатып жатқаннан гөрі осы әдіс оңай әрі тез. Міне қызылшаларымыз дайын. Піскенін пышақтың көмегімен қарасаңыздар болады. Енді бетін ашып суытып қоямыз. Одан кейін ыдысымызды алып салатты бастап жасай берейік. Тұздалған қиярымызды 4 бұрышты етіп тураймыз. Тарелкаға сала береміз. Одан кейін көк жуамызды тураймыз. Енді суған қызылшамызды 4 бұрышты етіп турап тарелкаға саламыз. Ең соңынан қылбырдағы жүгеріні саламыз. Өте оңай, өте тез дайындалатын салат. Міне дайын. Енді ортасына майонез саламыз. Тұз салып қажет емес, тұз алған қияр болғандықтан. Міне салатымыз дайын. 15 минутта дайын болды. Араластырған түрін көрсетейін. Дәмі де ерекше, міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, достарыңызбен бөлісіп, қолдауларыңызды күтемін. Сіздермен болған Жансая. Келесі видеода рецепті кездескенше сау болыңыздар.